Ал қадірмен ағайын, сіздермен Фалақ сүресін талдап өтейік, тәжвид ережелерімен кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл, яғни ламға жіңішке түсеміз, я. Құл аузу би раббил фалақ. Аузу деген кезде, мына жерде мәт бар, я. За әрпі білестір сақаушы оқылады. Аузу би раббил фалақ. Фалақ деген кезде, сукунмен аяқтағандықтан бұл жерде фалақ деп кішкене қаттырақ қалқала жасаймыз, я. Құл аузу би раббил фалақ. Мына жерде енді әл артиклі қамария әрпі, фа әрпі қамария болғандықтан ләмға түсеміз. Яғни сізге міне көрсетіп қойған ләм әрпіне сукунды қылып түсесіз деп. Мына жерде уасыл хамзасы оқылмайды. Мин шәрри ма халақ. Енді мына жерде сукунды нуннан кейін ихфа әрпі шин кеп тұрғандықтан нунды жасырамыз, яғни ыңға қартай кішкене жақындатып, я. Наны анға айтпаймыз. Мин шәрри ма халақ. Халақ деген кезде тоқтаңызды бұл жерде де қалқалай жасаймыз. Және де мына жерде ра әрпін жіңішке оқимыз. Ра әрпі кәсіра болып кеп тұр, алдыңғы әріп фатха болып кеп тұр, я. Мин шәрри ма халақ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Яғни мына жерде тура мына жердегі ереже ихфа жасаймыз. وَمِنْ شَرِّ ра әрпін жіңішке оқимыз. غَاسِقٍ ғайн әрпі жуан. Ға сол себепті одан кейінгі мәтті жуан болады. غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Бәға қалқала жасаймыз. وَقَبَ. Және мына жерде бір ескеретін жайт. Мына біз алдында сабақта айтқан болатынбыз, я. Әр әріптің хақысын беру керек. Жуан ба, жуан, жіңішке ме, жіңішке. Мына жерде сіз түскен кезде қалай түсесіз? Иза ва қабы. Жіңішке қылып түсесіз. Ва қабы. Ва қабы. Ва қабы. Ва қаба. Бұл кетпесін. Ва қабы. Бә жіңішке қой өйткені. Ва мин шәрри ғасиқин иза ва қабы. Және мына жерде ғасиқин деген кезде тәнуин кеп тұр, одан кейін изхар әрпінің әлифі кеп тұр. Және де демек бұл жерде изхар әрпінде және де тәнуинде де ашық оқимыз. Ғасиқин иза вақабы ва мин шәррин наффасати фил уқад. Мына жерде тура мына жердегі ереже ихфа. Ва мин шәрри ра жіңішке оқылады. Одан кейін нунға түскен қамария шәмси әрпіне түскен кезде шәддамен түсеміз. Ләм оқылмайды, уасыл хамзасы оқылмайды. Және де уәмин шәррин. Және де нун әрпін бұл жаңағы мұрынға баратын әрп болғандықтан идғам әрпіне де жатады. Бұл сол себепті бұны екіге ұстауға болады. Уәмин шәррин деп ұстасаңыз, шәррин наффасати. Одан кейін әрп шәбдәл болып тұр, оны шәбдәл оқиыз. Нәффә, және де екке созасыз. Нәффә, сәні де екке созасыз. Нәффәсәти фил уқад. Және де мына фиден кейін негізі мәт бар, бірақ ләммен қосылған уақытта мына мәт оқылмайды, бірден фил уқад деп филға түсіп кетесіз. Уқад, мына жерде де уқад жіңішке және қалқала жасайсыз. Уқад. Тағы бір оқиық. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Мына жерде тура сондай ереже ихфа. وَمِنْ شَرِّ ра жіңішке оқылады. حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Яғни хасад деген кезде біз даға қалқала жасаймыз. Дәл әрпіне хасад. Және де мына жерде изхар әрпі, яғни тәнуиннен кейін изхар әрпі кеп тұр, демек екеуі де ашық оқылады. Бір-біріне қоспаймыз, апанық. Ва мин шәрри хасидин иза хасад. Мінекей қадірмен ағайын Фалақ сүресінің талдауы осындай болып келеді. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Иншалла үйде жақсылап қайталаңыздар.